Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастырған YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен өте керемет кез келген тәтті пирожный, тәтті торттардың тіпті қанттың орнын алмастыратын осындай салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керек заттар: жаңғақ, мейіз, анар, қызылша және кез келген йогурт қажет болады. Егер арықтау кезеңінде болсаңыз, бұл тәтті йогурттардың орнына грек йогуртын пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен қызылшамызды алып, осылай 4 бөлікке етіп бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Қызылшаны білесіздер, көп балалар да үлкендер де онша жей бермейді. Сондықтан дәл осылай осы салатты жасап жегізетін болсаңыздар, сіздерден күнде осы қызылша салатын сұрайтын болады. Сондықтан қызылшаны күнде қайнатып қойып, дәл осы салатты жіберсеңіздер, әрі балаларыңыздың қаны көбейетін болады, әрі иммунитеті артатын болады. Себебі білесіздер, бұл жердегі қызылша, мейіз, жаңғақ, анар барлығы да бізге қан көбейтетін, яғни құрамы темірге толы керемет өнімдер болып табылады. Міне қызылшамызды турап алдық, енді оны ыдысымызға салып шығатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әп-сәтте дайын болады, тек қызылшаңыз қайнап дайын тұрса болғаны. Енді кезекте осылай жаңғақтарды да майда етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай пышақпен бөлсеңіз болады, немесе қолыңызбен үгітіп жіберсеңіз де болады. Жаңғақ әрі калориясы да бар, әрі табиғи май болып есептелінеді. Сондықтан кез келген уақытта салатқа қосып әзірлеп жіберсеңіздер, сіздерге тойымдылық сезімін береді. Мейізімізді қостық үстіне, және осылай анар қажет болады. Одан соң кез келген йогуртты осылай қоссаңыздар болады. Немесе айран қосуға да болады, қаймақ қосуға да болады, әрине өздеріңізге байланысты. Бірақ енді мынау салаттың дәмі енді супер, сөз жоқ. Сіздер бұның дәмін тек қана жасап көріп қана тата аласыздар. Міне барлығын қосып алып, енді жақсылап араластырып дастарханға тарта берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және біздің Ақтастырған YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі біздің YouTube арнамыздан сіздер дәмді ас әзірлеуді оңай және қарапайым әдістермен үйренетін боласыздар. Және біздің YouTube арнамыздан керемет рецепттермен танысып, үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және баға берсеңіздер болады. Ал ас болсын сіздерге.